Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, нәзік, дәруменге бай асқабақ сорпасын дайындайтын боламыз. Қазір нағыз қыстың уақытында асқабақтан неше түрлі тағамдар жасауға болады. Соның бірі асқабақ сорпасы. Өте дәмді, енді керемет болып шығады. Сондықтан міндетті түрде осы менің рецептіммен жасап көріңіздер. Бізге керекті көкөністер: 500 грамм асқабақ, орташа бас пияз, 2 тіс сарымсақ, бір орташа картоп және кішірек бір сәбіз керек болады. Ең алдымен пиязымызды ұсақ бөлшектерге бөліп аламыз. Тағы да айта кететін, бұл жерде асқабақ сорпасына картоп пен сәбізді қоспасаңыздар да болады. Ол енді өздеріңіз қалауларыңызға байланысты. Картоп пен сәбізбен де өте дәмді шығады. Мен әрдайым осылай жасаймын, сондықтан сіздерге осы рецепті көрсетіп отырмын. Егер картоп, сәбіз қосқыларыңыз келмесе, оны қоспасаңыздар да өте дәмді болып шығады. Осындай көкөністерімізді барлығын осындай бөлшектерге бөлеміз. Картоп пен асқабағымызды ғана осындай үлкен бөлшектерге бөліп аламыз. Барлық мөлшерлерін видеоның астына жазып кетемін, сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Және де менің арнама бірінші рет кіріп тұрсаңыздар, менің арнама кіріп көрсеңіздер болады. Менің арнамда өте көптеген тағамдардың рецептімен бөліскемін. Тағамдар, неше түрлі пирогтар, өте көптеген рецепттер бар. Барлығы тексерістен өткен, қорықпай жасасаңыздар да болады. Сондықтан менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, арнама тіркеліп қойуды да ұмытпаңыздар. Енді қызып тұрған қазанымызға 3-4 ас қасық сұйық май және 50 грамм сары майымыз салып, жақсылап араластырамыз. Майымыз ерігеннен кейін ең алдымен сарымсағымыз салып, 20 секундтай қуырамыз. Одан артық қуырмаңыздар, сарымсақтарыңыз күйіп кетуі мүмкін. Ең алдымен сарымсағымызды 20 секундтай қуырып алғаннан кейін артынан пиязымызды салып, пиязымыз сап-сары түске енгенше жақсылап қуырып аламыз. Пиязымыз сап-сары болып қуырылды. Енді осының үстіне сәбізімізді салып, жақсылап тағы да 3-4 минуттай қуырып аламыз. Сәбізімізді қуырып алғаннан кейін енді дәмдеушілер қосамыз. Шай қасықтың ұшымен кішкене имбир, қара бұрыш, паприка және 1 шай қасық тұз салып, жақсылап араластырамыз. Тұзды бірден көп салмаңыздар, осылай аздан саласыздар. Артынан кейін тұзы татымаса, тағы да тұз қосып жібересіздер. Енді картопымыз бен асқабағымызды салып, жақсылап араластырып, картопымыз бен асқабағымызды 5 минуттай қуырып аламыз. Картопымыз бен асқабағымызды жақсылап қуырып алғаннан кейін үстіне су құямыз. Суды асқабақтан сәл ғана асырып құясыздар. Жақсылап араластырып, бетін жауып, 20 минуттай қайнатамыз. 20 минутта біздің картопымызда, асқабағымызда барлығы пісіп шығатын болады. Міне 20 минут өтті. Асқабағымыз да, картопымыз да пісті. Біздің асқабақ сорпамыз да дайын болып қалды. Енді бұл жерде артық сорпасын алып қоямыз. Езіп алғаннан кейін барып, жаңағы сорпамыздың сұйықтығына қарай, егер сорпамыз кішкене қоюлау болса, жаңағы сорпамызды қосып отырып езетін боламыз. Кейбір кісілерге сорпа қою ұнайды, кейбір кісілерге сұйықтау ұнайды. Сондықтан осылай алдын ала мен сорпасын кішкене бөлек алып алдым. Артынан кейін езіп отқан кезде өздеріңіз көріп отқандарыңыздай осылай шетінен сорпасын қосып, сұйықтығын байқап, одан кейін барып дастархандарыңызға ұсына берсеңіздер болады. Енді ең соңында сливке қосамыз. 10% немесе 20% сливке қоссаңыздар да болады. Және осы кезде тұзын татып көріңіздер. Егер тұзы татымаса, тұз қосып жібересіздер. Егер сливке болмаса, қаймақ қоссаңыздар да болады.
әдемі дәмді болып шығады қаймақпен де. Міне осындай сұйықтықта болды. Сорпамыз дайын болды. Өте дәмді, енді керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең соңында өздеріңіздің қалауларыңызға қалай әрлеп жіберсеңіздер де болады. Бетіне тағы да кішкене сливки құйып, асқабақ дәндерін салып, осындай қытырлақ нан қоссаңыздар да болады, гренки қоссаңыздар да болады. Енді ол өздеріңіз қалауларыңызға байланысты. Өте дәмді, енді керемет болып шықты. Міндетті түрде сіздер жасап көріңіздер. Егер менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Видео соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.